сын айтты ғой, қазір бізде уағыз саласы діни эмоциялардың базарына айналып бара жатыр де. Араб сарыны көп, сахабалардың қиссаларын көп айтасың да. Дінімізді алып қойса да қазақы болуымыз қалады. Қағбадан жай намаз оқып келеді, ішін ашып қарасаң мәдени чайда деп жазылып тұрады, оның бәріне мән беріп жатқан жоқпыз да. Біз енді тарихымызға қарайтын болсақ, тарихымызда біз мұсылмандықты айыра алмайтын халықтардың қатарындамыз ғой. Әлихан Бөкейхан былай деп айтты, біз қазақпыз, өтірік айтты, мұсылманбыз деп айтты. Енді кімнің кім екенін білмейміз, бірақ бисмиллямен алдауды сізден бірінші рет естідім дегендей. Біз деген бір бөлек әлем емеспіз, біз ислам әлемінің бір бөлігіміз, бірақ біздің жарамыз басқашарақ. Алдымен қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен тағы да ерекше подкаст. Ерекше подкастта ерекше қонағымыз Ернар Абзалұлы. Білсеңіздер, ең алғашқы осы студияны осы Ернар Абзалұлы ағамызға келуіне арнайлап жасаған болатынбыз. Алғашқы қонағымыз. Бүгін де тағы ауданымызға келіп, арнайы қызметтер атқарып, осы елдің діни ақпараттарын және де тарихи шолуларды дұрыс түсінуді насихаттап жүрген ағаларымыздың бірі. Қош келіп отырсыз, Ернар. Енді бүгінгі тақырыбымыз өзекті тақырыптардың бірі, себебі біз бұл тақырыппен әрдайымда, әрқашанда жолығамыз. Әрқайсымыздың телефонымыз, смартфонымыз, видео көреміз, тағы да басқалай әртүрлі желілерден тыңдайтын дүниелеріміз өте көп. Сол үшін сізге келеді деп арнайлап сұрақтар дайындап қойдық. Бірі енді подкастымыздың тақырыбына келетін болсақ, тарихты насихаттау ма, әлде идеологияға айналдыру ма? Яғни біздің тарихымыз деген сонау заман деп, яғни ескі заманнан бері біздердің дінмен байланыстырған тарихымыз, ол әрдайым өшпес таңба. Тіптен айтатын болсақ, ұлттығымызбен біздің қазақ идеологиямыздың да жартысында дін айналатыны да бар. Сол секілді қазіргі уақытта бұл тарихты әртүрлі адам әртүрлі жаққа тартып қолданып жүр. Сол қатарда діни тақырыптарда дәл сондай әңгімелер өте көп ереді. Енді Ернар бабамыз, сіз жалпы бола елде ұстаз деп таныласыз көбіне, көптеген орталарда жүресіз, сонымен қатар діни уағызшылардың да қатарында көптеп жүресіз. Сол қатарларда мына бір сұрақтар ойға түседі. Мысалы үшін қазіргі уақытта насихат қалай жұмыс жасап жатыр? Адамдардың логикасын қозғау ма, жоқ әлде эмоциясын қозғаумен ба? Енді мен өзім осы ортада да жүрмін ғой, әріптестерімізге айтылған нәрсе. Біз өз арамызды сын айтуды да, оның ішінде конструктивті жүйелі сын айтуда үйренуіміз керек. Өзіме қабылдауымыз керек, және ол айтылған сын, әлбетте оның арасында өзіміз де бармыз, мен де бармын, басқа да бар. Енді бізге аға ұстаздарымыздың бірі Асқар Сәбден ағамыз, ұстазымыз сын айтты ғой, қазір бізде уағыз саласы діни эмоциялардың базарына айналып бара жатыр де. Шыңына келе жатқан сияқты. Сондықтан осы нәрсені бір ыңғайландыру керек. Жамағаттың тұтқынына айналмау керек уағызшылар. Жамағатқа ұнайтын әңгіме айта береміз деп, мысалы, әртүрлі тақырыптарды да айта беруге меніңше бір ыңғайландыру керек олардың барлығын. Ол бізді тыңдап отқан ұстаздар ренжіп қалмасын, бұл әңгіменің бір қыры өзіме де айтылып отыр. Егер бұл подкастты ол ұстаздар тыңдайтын болса, тіптен керемет секілді менің ойымша. Мүмкін тыңдап қалар, енді әріптестеріміз не айтып жатыр екен деп. Бірақ халықтың деңгейі, жамағаттың деңгейіне ақпараттық деңгейі әлі де керек. Халық бізде діни білімденген немесе білімі жүйеден өткен жамағат емес. Ондан халқымызға айтылуы керек діни білім, ақпараттық сарында бәрібір бет алатыны анық. Бірақ ақпараттық сарында бет алатын уағыз насихатымыздың өзі жүйелі, кішкене дұрысталған және әртүрлі тақырыптарда емес. Яғни негізгі халық білуі керек, халық иманын сақтай алады деген әңгімелерді ескі сарыннан біраз шығу қажеттілігі де бар ма? Әрине бар. Енді бір жағынан бізге айтылып жатқан сын, жамағатқа айтылып жатқан сын, біз бір жағынан топ, жоба деп қарағанымызбенен халық артына ілесіп тұрғаннан кейін, мысалы тәңіршілдер деген шықты, нео тәңіршілер деп айтамыз, немесе псевдо тәңіршілер деп айтамыз. Олардың барлығы бізге исламға жала жауып жатыр, басқа да қылып жатыр.
осы әреке жала жабат біз қияметке дейін қорғалғанбыз деп отыра берсек те болатын еді, бірақ біз ондай әрекет жасау бізге рұқсат етілмеген. Біз жұмыс жасауымыз керек. Сондықтан оның артына ілесіп бара жатқан халық та бар. Жоқ емес. Сондықтан біздегі ол болып жатқан нәрсе біздің өзімізге сын екені көрініп қалды. Кейін артынан тәңіршіл емес, бірақ әйтеуір исламды ұстанады, бірақ сонда да бізді сынайтын жамағатпен кездескенде айтылатын сын бірінші айтатыны: сендер араб әдебиетін көп айтасыңдар. Иә. Араб сарыны көп, сахабалардың қиссаларын көп айтасыңдар. Бізге өзіміздің исламды қалай қабылдағанымыз, сол бағыттар қызығырақ деп, я болмаса біздің мәдениеттегі, дәстүрдегі исламның орны қандай деген сияқты. Яғни біздің халықтық білімге негізделген исламды насихаттауға бет бұруымыз керек сияқты. Әлбетте біз шариғи формаларында айтамыз. Ақида, шариғат деген сияқты тақырыптардан да алысқа кетпейміз. Бірақ оны осы біздің халықтық білімге ұштастыру керек деген ойдамын өзім. Яғни нақты ғибадат орындайтын, яғни практиканы орындайтын мұсылмандарға қарағанда сенімі бар, жалпылама сенім. Иә, біз әлбетте енді қараңыз, біз мешітке келіп намаз оқитын, дәрет ала алатын, одан өтіп кеткен жамағатпен жұмыс жасау бәрімізге оңайды. Иә, отырып алып келіп, оған пайғамбарымыз сирасын айта салу, я болмаса ақидадан сабақ бере салу, фиқтан. Бірақ мына арада бізде діни тәжірибе атқаратын намазхандардың, мұсылмандардың ораза ұстайтынын бәрін қосқанда 1% 5%-дің арасын қамтиды. Иә. Ал жақсы 5% деп алғанның өзінде тіпті 10% деп те алайықшы. Сонда бізде 90%, бірақ өзін мұсылманмын деп есептейтін халық бар ғой. Дұрыс айтасыз. Иә, олар калиманы дұрыс айта алмауы мүмкін. Бірақ ол бисмиллясын айтатын, оянып кеткен кезде, шош оянған кезде Аллаға сыйынатын қазақ қой, мұсылман ғой. Олар да мұсылман екен ұмытпау керек те. Біздің арада намаз оқитын, дін ұстанатын, барлығынан өтіп кеткен, дәретті де ала алатын 10% намазханмен жұмыс жасау бізге оңайды. Бірақ ана жағынан 90% аудиторияны да ұмытпауымыз керек. Яғни біз айтылып жатқан кезде уағызда тек қана намазхан аудиторияға емес, өзіміздің аудитория деп бөліп алмай, жалпы қоғамдық аудиторияны да қамти алуымыз керек. Әлбетте феномендар жоқ емес. Нұрсұлтан ұстаз деген сияқты үлкен ұстаздарымыз бар ғой, барлық халық бірдей тыңдай беретін. Яғни уағыздың форматын кішкене солай ауыстыру керек деп ойлаймыз. Дұрыс айтасыз. Енді қазіргі таңдағы негізгі тақырыптар бұрындағы айтпақшы 5%-ның айналасынан шықпайтын әңгіме дегендей. Неше түрлі сыни көзқарастар осы тақырыпқа келіп жатады. Ол сыннан қорықпау керек, сын айтыла береді. Біз дұрыстай алсақ дұрыстаймыз, дұрыстай алмасақ. Сын деген ойдан жоқ нәрсеге сын айтылмайды ғой. Бар нәрсеге айтылады. Көрініп тұрған дүниелерге. Бір жағынан қисынсыз да көрінетін сияқты. Енді себебі нақтыланған бір адамға берілетін жүк, ол сол жүкті шешумен айналысатын секілді. Енді қазіргі уақыттарда жаңағы уағызшыларымыз бар, басқа жаңағыда имамдарымыз бар. Барлығына келіп мешітке тығамыз, сыртқа шығармаймыз, мешітке айналамыз, мешітке айналдырған кезде ол күніге көріп жүрген сол мешіттегі адамдар. Оның сырттан келіп кетіп оққандары бұл айтқан кезде көбіне көзге көрінуде. Жаңағыдай мешіттен шықсаң үйіңе барып шаршап құлайсың, бала-шағаң алдына ойнап шығады, қайт таңда тұрасың, қайт мешітке келесің, алдында тағы сол 4-5 жамағат. Бірақ енді сіз айтқаныңызда дұрыс, жаңағыдай ғылымға да бет бұру арқылы кішкене мынау үйреншікті әдеттен, үйреншікті ізденді кішкене кеңейту керек секілді. Себебі мектепке кіргізбесін, тағы да басқалай кіргізбесін, бірақ та сонда да жаңадан келушілер деген тағы бір топ, одан бөлек жаңағы садақасын ұйымдастырып отыратын, тағы басқалай жаңа қуанышында шақырып отыратын, ол бір топқа да жеткізе алатын нәрсеміз сол 5%-дан да сәл шығуға тура келетін секілді. Енді бізден тарихымызға қарайтын болсақ, тарихымызда біз мұсылмандықты айыра алмайтын халықтардың қатарындамыз ғой. Егер мұсылмандығымызды айыратын болсақ, кезіндегі бірталай әдет-ғұрыптарымыздан айырылып қалатын секілді. Тіптен қазақылығымызды да сәбиттің заманы деп айтсақ болады. Жаңағыдай бір сөзбен айтқанда, орыстың қылышына
қан тамып тұрған кезеңде деп айтса да кішкене. Яғни сіздің сұрағыңыз ұлтымыздан дінімізді бөлек қоймаған халықпыз деген Дұрыс мағына айтасыз. ғой. Осы орайда қазіргі таңда ең үлкен дүние жаңағы сіз айтып жатқан халықпен мына жақтағы практикада амалға асыратын мұсылмандардың арасында екі түрлі талас бар. Қазақ боласың ба, мұсылман боласың ба деген секілді. Біз тарихымызды айтып, мына қазақ деп айтамыз, мына тарихын айтып, біз мұсылман болғанбыз деп айтамыз. Сонда екі нәрсені қалай байланыстырып ең соңғы шешімін қоюға болады деген. Ол мынандай ғой, қазақ өзі кең Атырапта өмір сүрді ғой, Алтай мен Атыраудың арасындағы. Тіптен қазірдің өзінде 9-шы орында. Алтай мен Атыраудың арасында өмір сүрген қазақтың ұстанымы, менталитеті, мәдениеті бірдей ғой. Тілі де бірдей. Кейбіреулер айтады енді, осы тәңіршілдікке жақындары қазақ деген мұсылманшылық ұстаған жоқ. Тек хан сұлтандарымыз ұстанды, халық ұстанған жоқ. Айтым, олай болатын болса қақтығыс болады ғой. Дұрыс. Хан сұлтандарымыз халық мұсылман емес деп қырып кетер еді. Халық біздің басымызда мұсылмандар отыр деп келіспесе, сондықтан бұл қисынға келмейтін әңгіме де. Қазақ мына арада көрші халықтарды көрген кезде бір ғана нәрсені түсінді. Қазақшылық деген бұл мұсылманшылық деген сөз. Қазақшылықтың тысындағы нәрсе мұсылмандық емес деген сияқты. Кейін барып мұсылмандықты бөлді. Сарттардың мұсылманшылығы, қазақтардың мұсылманшылығы деген сияқты. Кейін бізге қатты өркениеттік соғыс алып келген, өркениеттік талас алып келген, әлбетте Ресей патшалығы біз қанша жыл отарлады. Олар келген кезде бізде де түсінік болды. Аузы түкті кәуірдің деген сөз бізді ажыратып тұрды. Ол емшілігі, олардың барлығының іс-әрекеттерінің бәрі мұсылманшылық емес. Ал біздердікі мұсылманшылық. Қазақшылық деген мұсылманшылық деген сөз. Мысалы, молдаға барып дем оқытуды, дем салдыруды қазақ не деп айтады? Қазақ емі деп айтады. Қазақ емі. Қазақ еміне барып оқытып келдім, дем салдырып келдім дейді. Болмаса коммунистік кезеңде де үлкен кісілерден тыңдап жатсаң, кезінде Союздың кезінде де қазақшылықпенен қойдық қой, әкелерімізді де. Қазақшылықпен қойдық дегенді не мағынаны мақсат етіп отыр? Жаңағы мұсылманша жаназасын оқып, жыртысын жыртып, шелпегін таратып, бисмиллясын айтып, садақасын оқығанда мұсылманшылық деп түсініп отыр. Бізде мынандай нәрсе, өзі қазір бүтін әлемдік діндерде материализм проблемасы бар, әлемдік дінтанушылардың назарында. Католицизм болсын, православизм болсын, барлығында материализм белең алып бара жатыр, технологияның дамуы басқа деген сияқты. Бұл ауру бізге де келді, мұсылмандарға да, мұсылман жамағатының арасында да материалистену басымырақ оның үстіне бізде де бар. Бірақ біз кеңес үкіметінің заманында да бізден исламды алып тастағысы келгеннің өзінде де. Мешіттеріміз алып тастай алды бізден. Медреселерімізді алып тастай алды. Бірақ бізден дәстүр ала алған жоқ. Енді бірақ біздегі халықтың кереметтілігі осы дәстүр арқылы дінді қатар ұстады ғой. Яғни бізден дәл қазірде дінді алып тастайтын болса, бізде бәрібір дәстүр қалады. Бисмилля деп айту қолынан. Кастрюль түсіріп алса, аналарымыздың қазан түсіріп алса, ой бисмилля деп шошып айтатынның өзі бір әдет ғұрып сақтау көрінеді, бірақ бұл ислам ғой әр жағында жатқаны. Сонда айтатын нәрсем не? Біздегі басқа әрбір қимылдардың барлығында ислам жатыр. Бізден дәл қазіргі уақытта да кері дінді алып тастайтын болса, бізде дәстүр қалады. Дәстүрімізде дін қалады. Сіз өзіңіз шетелдерде оқыдыңыз, мен де шетелдерде оқыдым. Таяу шығыстың халықтарын көрдік. Дін күнделікті өмірлерінің бір бөлшегі болып отырған халық. Бірақ мен мынандай ой түйемін де, олардың бәрін көр. Бұлардан қазір дінді алып тастайтын болса, дәстүрлері дінді қорғай ала ма? Дәстүрмендердің бірге ма? Деген сияқты. Енді біздің де жаңа бірінші сұрағыңызға келіп тіреледі, біздің де үйлестіре алмай жатқаны сол, қазақтың атамыздан, анамыздан қалған діндарлықпен қазіргі біз шетелден оқып келген діндарлық білім екеуін үйлестіре алмай жатқанымызда ғой. Мәселе содан келіп шығады. Сондықтан біз дәстүр, салт, ғұрпымызды қорғау арқылы да дінімізді, мәдениетімізді қорғай аламыз ғой. Болмаса мынау қазақтың мешіті, мынау орыстың мешіті деп шіркеулерді жаңағыдай. Сондай бір сөз айту бізде бір өркениет қақтығысында біз бәрібір мұсылманшылыққа барып тірелетініміз анық.
Енді жаңағыдай айтады, ойбай біздің халық мұсылман ұстамаған деп. Мен айтамын да, 13-ші ғасырдан бастап, бүгінгі 13-ші деп, 8-ші ғасырдан бастап, 21-ші ғасырға дейін маған бір мұсылман емес зират тауып беріңізші. Қазақ таба аламыз да? Таба алмаймыз. Онда ескерткіш жоқ. Анау Ахмет Яссауиің болсын, Арыстан бабың болсын. Маңғыстаудағы ескерткіштер, естеліктер болсын. Сондықтан біздің қай балшығымызды қазып алсақ та, бізден исламның деректері, дәйектері шығады. Босқа өреленбесін ешкім. Сондықтан екеуін ажыратып аламыз деп. Ажыратып ала алмайды, жоқ. Мынау кім Әлихан Бөкейхан былай деп айтты. Біз қазақпыз, өтірік қойды да мұсылманбыз деп айтты. Соны қазір шарықтап жүргендер былай еді. Міне көрдіңдер ме, Әлихан қазақ дегенді қойған де. Ол деген бұл анықтап айту. Біз қазақпыз, мұсылманбыз. Біз ұлтын айтып алып тұр. Сосын қай өркениеттің өкілісің сен? Қазақ болса, мұсылман өркениеттің өкіліміз деген сөз ол деген. Біз бірінші қазақшылықты бөліп алып, мұсылманшылықтан бөлек қараймыз деген. Олар да әңгіме айтылып тұрған жоқ. Бұл бір ойды бөлу. Жаңағы біз бірінші орыспыз, сосын православпыз десең, қисынға келіп түсінікті орыс деген сөздер православ деген екені. Негізгі несі православ екенін түсіне саласың. Иә. Өйткені енді ислам қабылдаған йоговаға кіріп кеткен орыстар жоқ деген сөз емес бұл арада. Бар, бірақ жұрттың көзіне, сөзіне елестеткен кезде орыс өркениеті деген сөзде бәрібір православизм елестейді ғой көзіне. Иә, христиандықтың ажыратып алмайтындай дәрежеде. Қазақ дегенде де бәрібір ол сөзсіз түрде мұсылманшылық елестейтіні анық. Бұл сұрақты қоятындарда бір шешілмейтін дау бар ғой, нанды қойып құранды аламыз ба, құранды қойып нанды аламыз ба деген секілді. Логикалық дүние. Сол логикалық нәрсемен екі ортада бір дау туындар. Енді оның ең соңына қарайтын болсақ, бір шешімнің бірі сайысқа айналдырудың мәселесі ғой. Bir жағынан жаңағы әркім өзінің пұшпағын, яғни бір терінің пұшпағын деп айтылғанмен де әркім өзінің терісінің пұшпағын айналдырғысы келіп ортаға қойып, тіптен айтатын болсақ, қазіргі таңда саясатқа айналып кету қаупі де бар іспеттес көрінеді. Енді қазіргі таңдағы жер дауы бітті, тағы да басқалай. Ендігі мәселе ортаға дау туындыратын нәрсе бір ғана қазақ пен бір ғана мұсылманның ортасын ажырата салу секілді қылып. Біз бәрібірде одан ешкім алыс кете алмайды. Бәрібір адам дүниеден өтсе де оны мұсылманша жерлейді. Қазақтың көпшілік мәдениетінде мұсылман зиратына апарып қояды. Қоятын болса, күннен кешеге дейін тәңіршілердің зираты деген болмады ма қазақта? Бәрі мұсылман зиратына қойылды, мұсылманша шығарылды. Садақаларын оқу, онда Құран оқу, хатым түсіру барлығы. Енді біздердің подкасттарымыздың көпшілігі мынау контр ақпараттарға негізделеді ғой. Сол негізделген кезде қазіргі таңда сіз айтқан біз қарапайым діни білімімізді алып келіп мына жердегі ата-бабамыздан қалған діни ұстанымдарға үйлестіре алмай жатқан кезде кейбір уақыттарда ортаға қосылатын дүниелер бар. Мысалы үшін радикал көзқарастар алып келеді да екеуін екі бөлуге дейін жаңағыдай ортаға алып келіп сала алатындай дәрежеде. Мысалы үшін жаңағы мұсылмансың ба, қазақсың ба деген сөзді соларға қарап та бір айтқан секілді болып көрінетін. Иә, ол енді бір Ибн Халдунның айтатын сөзі бар, бір қауымның мінезі бір адамның мінезіндей деп. Қауым өзін бір қарсы бір тұтастықты бұзатын бір нәрсе пайда болатын болса, мысалы адамның организміне бір вирус түсті дейікші, бүтін организмді бұзатын. Организм оған жауап береді, температура болады, басқа да болады. Енді бір тұтас қазақ қоғамы, намазхандар бар, намазхан еместер бар, бәрі бір тұтас мәдениет атқарады. Тойларға барады, садақаларға барады, жұмаға барады, беттерін сипай челпек пісіреді, намаз оқитындар, оқымайтындар. Бір заманда келеді, бір намазхандар келіп шығады, мынау өзет бидағат. Анауың деген дұрыс емес. Ахмет Яссауиң адасқан деген сияқты. Осындай бір вирус келіп қалған кезде қоғам әлбетте өзін қорғауға, мінезі көрсетуге, температура көрсетуге құқылы. Содан біздің халық солай мінез көрсетіп жатыр да, бір жағынан да. Бұл нәрсенің шығуында біз өзіміз ойлау керек. Бұл дүниелердің шығуына өзіміз итермеледік. Осы тағдарыс бұл, бірақ мен уақытша болатын дүниелер деп ойлаймын өзім. Бізде енді көбіне жаңағы айтып жатқан дәстүрлердің ішінде садақа жасау секілді іспеттес дүниелер бар ғой. Біз енді бір салафиміз бір шетке қойсақ, жаңағы ата-баба дәстүрімен келген онымен қоса деп айтар едім мен,
коммунистік сананы сіңіріп келген кейбір орталар бар. Енді былай қарасаң, исламнан, қазақшылықтан шығара алмайсың ол кісілерді. Айналған кезде сол жерде ақсақал болып отырады, басқа болып отырады. Сөйтіп оқыған кезде жаңағы бір сөз айтып қалды, сол ортада бір ыңғайсызданған бар еді. Бисмиллясымен алдап жүрма деген адамдарды. Яғни имамдарға бір нәрсе сөйлеп жатыр, біздер айтамыз, о имамдар болса енді қорғаштайсың ғой, қай уақытта да өзіңнің имамыңды өзің бір жерге алып жерге салмайсың ғой. Сол ортада келіп бисмиллясымен алдап жүрма деген кезде енді кімнің кім екенін білмейміз, бірақ бисмиллямен алдауды сізден бірінші рет естідім дегендей. Сол секілді қоғамда осындай нәрселерге де бір шешім табылады ма жалпы? Жоқ, ондай қоғам өзін тануда, өзін тану жолында бізде мынандай ғой енді. Өзіміз үлкен империялар болып тұрдық. Бір заманда басқаларға қарап қалдық. 250 жыл патшалықта бодандық, 70 жыл кеңес үкіметіндегі бодандық, 300 жылдай бір бодандық уақытымыз өтіп қалды. Осы ортада басымыздан қырған нәрсе өтті. Аштық болды, геноцид, анау соғыста жағдай, 86-да ұнжырғамызды жықты. Одан кейін ел болып кеттік бір заманда. Ел болу тұсына қайтадан біз елі бар қоғам түзіп жатырға өзіміздің. Осы тұста біз ұлтшыл тіл мәселесі, білім мәселесі, экономика мәселесі, мемлекеттік басқару мәселесі, бұның барлығында бір белгілі бір дағдарыстар болады. Сол бір дағдарыстың бірі ол дін саласында да болып жатыр да. Біздер ойламауымыз керек, тек бұл дағдарыс діннің саласында ана болып жатыр. Білім саласында да шекіліктер көп, әлі медицина саласында да аяққа тұра алмай жатыр. Завод, фабрика салуда да экономикалық жағдайда нашарлап бар, кейбір нәрселерді бір жолға қоя алмай жатқан болуымыз мүмкін. Сол сияқты бұл қалыптасу жолында, өзін тану жолында, дінді құрау жолында да біз белгілі бір дағдарыстарға түсіп жатқанымызды мойындау керекпіз. Бірақ қоғам бұндай нәрселерден өтеді, біздегі бұндай түсініспеушіліктерде өзінің орнын, уақытын табады деп ойлаймын. Дәл бұл іспеттес жағдайлар, яғни біздің жаңағы сіз айтқан 300 жылдық боданның алдында, 13-ші ғасыр, 8-ші ғасырдан бері санайтын болсақ, төртінші жағдайларға. Дәл осы іспеттес дағдарыстар біздің қазақ жерінде болды ма? Әрине болды. Өзін-өзі тану деген, мысалы, бізде бір діни таластар, тартыстар, бір жолға түсіп кетуде болмады деген қате. Енді бірақ бізде Шыңғыс ханның шапқыншылығынан кейін Алтын Орда дәуірінің ислам қабылдауында анық ханафи мазхабына өткеніміз байқалады. Оған дейін біздің далада Хорезм шаққа қарайтын ауылдар Шафиғистанған, Қараханға қарайтын ауылдар Ханафистанған. Енді бір шариғи тұрғыда фиқхтық ортада екі мектептің арасында талас тартыс болған. Ойбай, бұл ақли сүнненің мектептер талас тартыс болмайды дегенде қате. Кеше ана Рабиға қарындасымызға қанша біз пікірлер айтып жатыр. Ол Шафиғи пәтуаларын айтып жатыр. Біз ханафи еліміз, біз оған пікір айтып жатыр. Демек бір пікір талас бар. Ортада туындайды. Туындайды. Сол сияқты ғой, мына ол кезде де болған. Кейін Алтын Орданың дәуірінде келді ханафи мектебі орнады, толық бір тұтастық орнап, енді болмайды деген кезде сопылық тариқаттардың арасында кішкене пікір қайшылықтар шыққан деген сияқты. Кейін бұл 19 ғасырларда Абайлардың дәуірінде де болған. Абай Хухай деп зікір салмаңдар деп. Есқали Сопы мен Қашаған жырау да сопылық мектептердің өкілі негізінде бекет аталарға қол берген оның шәкірттеріне. Бірақ екі ортада бір талас тартыс бар екенін көреміз де, пікір таластар. Сосын ең ақыры 20-шы ғасырда біз ел боламыз, ел болсақ мұсылмандығымызды қалай ұстаймыз деген алаштықтардың да бір уайымы болған. Оларға қарсы да пікірлер айтылған, сондықтан ондай болмады деген қате. Біздің заманымызда да болуы заңды. Заң, яғни ол діни тұрғыдан болғандықтан әр нәрсенің өзінің бір шешімдеріне жеткенше ол нәрсе әрдайым жалғасады. Бір жағынан дағдарыс өткеннен адам дамуға нетеді ғой. Даму жолына түседі. Өйткені ауру көрмесең, басқа көрмесең сен оның халін білмейсің ғой. Иммунитет одан қалыптаспайды ғой. Сондықтан бізде бұндай бір мектептен өтеміз деп ойлаймын. Яғни бір өмір мектебінен өтеміз. Яғни діни тұрғыдан алған кездегі өмір мектебі сол нәрсені қалыптастырады деп. Қалыптастырады, яғни. Сөйтіп, мына Түркияда мысалы 60-70-80 жылдары дәл осындай оқиғалардан өтті. Мысырда қырылып жойылып күні кешегі қанша төңкерістен өтті. Сондықтан біздің елімізде ондай қалыптасу жолында біраз
күрделіліктерді, дағдарыстарды еңсереді деп ойлаймын. Соның бір қырын қазір біз бастан кешіріп жатырмыз. Бірақ жаңағы айтылатын дүниеде бүткіл әлемде, мысалы үшін жаңағы сыни көзқарасты бізге Қазақстанға енді алып келіп жатыр ғой. Бірақ сол сыни көзқарас тек Қазақстанға емес, былай айтқанда діни жаңағыдай ұстанымдары бар мемлекеттерге де дәл сол нәрсені айтып жатқан секілді көрінеді ме? Жоқ, бұл мынандай, біз деген бір бөлек әлем емеспіз. Біз ислам әлемінің бір бөлігіміз, бірақ біздің жарамыз басқашарақ. Олардың жаралары басқашарақ. Ал ортақ бізде бір ауру бар. Ортақ материалистену. Анау Лондонда да, Нью-Йоркте де, Парижде де мұсылман диаспоралар қалыптасып жатыр. Әлем басқа жаһандану кезіндегі біздің дін ұстану деңгейіміз басқашалап бара жатыр. Бәрін саудаға салғымыз келеді. Қағба, мен айтам, мен бір күн анау қағбаның тастарын беті өгітіп алып қасық-қасықтан қағбаны дым қалдырмай жоқ қылып жіберетін шығармыз өзіміз деп. Мүмкін болды. Сондықтан материалистену дегенде рухани жағымыз құлдырап бара жатыр да. Қағбадан жай намаз алып келеді, ішін ашып барсаң мәдени чайна деп жазылып тұрады, оның бәріне мән беріп отқан жоқпыз да. Одан қарасы рухани жағынан бұйырса дін түсінуіміз де мүмкін жолға қойылар деген ойдамын. Енді қиямет болып қалмап жатпаса оған да Құдай енді сондай бір дұрыстау жолға келген кезімізде дұрыстау өмірмен өмір сүріп кетуіміз алла жазған болсын дейміз ғой енді. Енді ол біздің табынушылық емес болса да, бірақ та шындап та өте өрескел қателер бар. Мысалы үшін қазір жаңа сіз айтқан сауда мәселесі. Сауда мәселесіне келіп, жаңа араб мемлекеттерінің тасу бір бөлек әңгіме. Қазіргі уақытта қара жаңағыдай қағбаның жапқыштарын кесіп алып келіп сатып жатыр ғой. Соны кейбіреулер айтады, жаңағы арабтарда қағбаның жапқышын сататындай не болды сонша дегендей. Яғни ол жердегі көп нәрсе негізі нақты содан ба содан емес пе, ешкімнің де ажырата алмайтындығында да кішкене көзқарастар. Ол енді қағбаның жабындысы деген кәдімгі жамылғы ғой, енді былайша айтқанда. Былайша бір перде. Перде. Бірақ оны жаңа рухани не деп те, әлбетте енді мақтаныш, оны кез келген адамдарға бере бермейді. Дегенмен де апарып оның да құнын түсіріп, ана Эпштейнге де апарып сыйлаған ғой. Қазіргі уақытта енді былай айтқан кезде оны соншалықты жаңағыдай өте майдалап дейміз, таратуды былай айтқанда сынға келмейді. Бірақ қазіргі таңда жайнамаздардың өзіне осы нәрсенің әр жайнамазға шығаруында кейде ойланасың. Жаңа аты жазылған. Аты жазылғаннан жайнамаз деп. Мен айтам, оны Қазақстанға алып келді, Қазақстанға жазылып болады, анандай аты. Аты жазылғаннан бөлек мен байқағаным бір жайнамаздарды алып келіп, сол қағбадан осындай несі бар жайнамаз деп те сатылып жатыр қазір. Сол кезде сіздің айтқандай жаңағы біз бір күні қағбаны таусатын болармыз. Қағбаның ана үгітілген тасы қосылған, құмы қосылған деп та, Құдай сақтасын. Былай қарағанда енді бұл да бір жақсы қасиет емес қой. Қоғам болғандықтан да жалпы айтқан кезде сондай дүниелерге қатты бір мұқтаждықта туындап қалатын сияқты көрінеді. Өйткені жаңағы сіз сөздің басында айттыңыз ғой, біз дінімізді алып қойса да қазақы болуымыз қалады. Тіптен жаңа балаң алып қойса да не болмаса, жаңағыдай бір дүниеден бір өтіп қалса да, анау болмай тұрса, бір ішің жыламайтын секілді нәрселерді көзқарас. Тіптен соң әсіре сілтеулердің арқасында түрлі нәрселерді алып келетіндігі де сөздің былай айтқанда сөз жетпейтін де дүние айналдырған кезде. Бірақ енді осы нәрселер өкінішке орай болып та жатыр. Енді қазіргі уақытта енді біз тарихымызбен салыстыратын келіп қараймыз ғой барлық нәрсені. Бұрында енді мына бір сөзді біз көп еститінбіз. Жеті жарғы, енді Қасым ханның қасқа жол, жаңа Есім ханның ескі жолдарын бәрін былай айтқан кезде, жеті жарғыға келген кезде, ислам әлеміндегі қағидаттарға сай жазылған кітап деп айтылады. Кейбіреулер айтады, ол мемлекеттік басқару жүйесіне енгізілген заңдар болғандықтан, оның ішінде тек сол кітаптардан алған бөлімдер ғана болған деген нәрсені айтады. Ал енді екі жаққа бетіп бөлетін болсақ, екі жақта өзінікін ақтап алғысы келіп, тіптен айтатын болсақ, әркім өзінің саясатына дінді жамылып отқан секілді. Жоқ, мынау Қасым ханның қасқа жолы болсын, Есім ханның ескі жолы болсын, Тәуке ханның жеті жарғысы, одан кейінгіде заңдар болсын. Ол қоғам, заң деген өзі не? Заң деген ол халыққа шығарылады. Халықтың мәдениеті ескерілмей заң шығарыла ма? Мүмкін емес қой. Мүмкін емес ол нәрсе. Сондықтан
Ондай заңдар әмәуилердің кезінде де халифалар заң шығарды, аббасилер де шығарды, Осман сұлтандар да шығарды. Заң мынандай ғой, ол Құранеттердің айтып жүргені ғой. Бізде бір ғана заң бар, ол Құран деген жоқ. Ол өзгермейтін заң Құран, бірақ мына арада уақытша өтпелі заңдар болады, өзгеріп тұруы мүмкін. Біз қазір Қасым ханның қасқа жолымен өмір сүріп жатқан жоқпыз ғой. Я болмаса Назарбаев бекітіп берген конституцияны да өзгертіп тастап жатырмыз. Сондықтан заң заманға сай, мекенге сай, жағдайға сай өзгеріп тұра береді ғой. Мысалы, қазіргі конституциямызда жасанды интеллект деген бап бар, бөлек. Бөлім бар. 95-ші жылы ондай заман келетінін білдік пе біз? Жасанды интеллект ChatGPT-лердің шығатынын, роботтардың шығатынын. Сондықтан сондықтан жағдаятқа қарай өзгеретін заңдар болады, өзгермейтін заңдар болады. Өзгеретін заңдар Қасым ханның қасқа жолы, бірақ әрқайсының бәрінде де дін туралы баптар, дін туралы, иман туралы, дін туралы, иман туралы дүниелер бар, оны жоққа шығаруымызға болмайды. Енді мұны тақырыбымызға қайтадан оралатын болсақ, енді біз тарихты насихаттау мәселесі ғой, насихаттау ма, жоқ әлде бір идеологияға айналдырып бір нәрсенің түбіне жету ма деген секілді. Енді айтатын болсақ, қазіргі таңда сөз бостандығы бізде берілді, бұны әрдайым айтамыз, сонда да бұл подкастта да соны сұрап кеткіміз келеді. Оның да бір шегі болады ғой. Сол шегін жалпылама қазіргі таңдағы шекке норма қою керек па, жоқ әлде біздің заңдағы талаптарға сай болса барлық жоқ, әрбір нәрсенің шегі болады. Сөз бостандығы дейтін болсақ, бәріміз боғауыз айтып, я болмаса бәріміз ұнаған затымызды айта береміз ғой. Бостандық дегенде ол шектен шығу деген сөз емес қой. Айтпақшы, сен сөйлегенге дейін жаңағыдай сөзіңе ерік бар, бірақ сөйлегеннен кейін саған ерік бар ма жоқ па білмеймін. Сондықтан сөз бостандығының шектелетін жері болады. Әлбетте қоғамның тыныштығын, экстремизмге насихатталатын нәрселердің бәрін біз сөз бостандығы деп қарап отыра алмаймыз ғой. Сондықтан заңнамаларға сәйкес реттеліп те қойған, тек өзіміз байқамай жатырмыз ғой. Жаңағы сұрағыңызға, енді тарих туралы сұрағыңызға, тарих идеологияға айналама деген сияқты. Тарих идеологияға жәрдемдесуші бір фактор. Онсыз болмайды. Біз тарихымызда қаншалаған мемлекеттер құрдық, бұл алғашқысы емес, және соңғысы да емес. Сондықтан тәуелсіз мемлекетіміз аман отырсын, және осы мемлекетіміздегі бүтін халықтың мәдениеті, ғұрпы, дәстүрі сау болсын деп тілек айтамыз ғой. Енді мынау подкастымызда қатты ұзатпайық, себебі нақты әңгімеден қатты көбейіп кетсе де көрермендерімізге кішкене түсінуге ыңғайсыз болады. Сол үшін де сізге мынау подкастымызға келіп, студиямызға келіп, қонақ болып, осыған келіскеніңізге де үлкен рахметімізді айтамыз, және көрермендерімізге де пайдалы болды деген үміттеміз. Сіздің де жұмысыңызға сәттілік тілейміз, Еркен. Рахмет. Көрермендерімізге де айтарымыз, алдағы уақытта бізді тағы да бақылап отырыңыздар, біздерге қолдау білдіріп отырыңыздар. Алдағы уақытта да дәл осылай подкасттарымызды жалғастыратын боламыз дегіміз келеді. Жақсы, рахмет.